Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Гаухар. Бүгін үй жағдайында өте дәмді, жып-жұмсақ болып шығатын осындай Мадлен печеньесін жасаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Алдымен 3 жұмыртқаға қантты қосып, венчиктің көмегімен осылай асықпай біркелкі етіп араластырып аламыз. Миксер болса, миксермен де біздің жұмыртқалы массамыз көпіргенше осылай жақсылап араластырамыз. Видеоның астында описание бөлімінде барлық құрамдары жазулы тұр, соған өтіп қарасаңыздар болады. Келесі кезекте ерітілген сары майымызды қосамыз. Сары май менде 72% станичный сары майы, сіздерге де 60%-дан жоғары сары майды пайдалануға кеңес беремін. Сол кезде печеньеларыңыз өте жұмсақ әрі дәмді болып келеді. Келесі кезекте бір ыдысқа мен мөлшерінде ұнды салдым. Бірінші ұнның жарты бөлігін, одан кейін қопсытқышты қостым. Қопсытқыштың ішінде ванилин болғандықтан мен ванилинді қоспадым. Ал егер де сізде қопсытқышта ванилин болмаса, бір жарты шай қасық ванилин қосуға кеңес беремін. Сол кезде сіздің печеньеларыңыздың дәмі хош иісті әрі дәмді болып шығады. Жақсылап түйіршіктері кеткенше барлығын араластырып болғаннан кейін, енді қалған екінші ұнның жартысын қосып, тағы да барлығын жақсылап осылай видеодағыдай біркелкі етіп араластырып аламыз. Видеодағыдай бізде осындай қоймалжың масса пайда болады. Енді арнайы Мадлен печеньеларын пісіретін осындай форманы жақсылап бірінші жабысып қалмау үшін майлап аламыз. Одан кейін осындай кондитер пакеттеріне құйып, жан-жағы жағылмау үшін осылай құйсаңыз да болады. Немесе қыздар бірден қасықпен, яғни бір ас қасықтан салуға да болады. Өте көп мөлшерде салмаймыз, өйткені печеньеларымыз үлкен болып кетуі мүмкін. Алдын ала пешімізді қыздырып бастаймыз. Печеньеларымызды 180 градуста 10-15 минут беті қызарғанша пісіріп аламыз. Жасалуына небәрі 5 минут уақытыңыз кететін осындай үлпілдек, жып-жұмсақ, хош иісті печеньеларды міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Рецепт ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаймыз достар. Сіздермен бірге болған Гаухар, ас болсын.